Сәлем достар! Бүгін сіздермен сүйек сорпасының пайдасы жөнінде айтатын боламыз. Алдымен каналды бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сүйек сорпасы асқазан ішек жолының шырышты қабығын қалпына келтіреді және де рациондағы ақуыз жетіспеушілігінің орнын толтырады. Сүйек сорпасының коллаген құрамына кіретін амин қышқылдар көп. Ол буындардың саулығына, шаш, тырнақ және тері сұлулығы мен жастығына қажетті коллагенге бай. Тағы да айтатын болсақ, сүйек сорпасы жирфи және тамақтан улану кезінде ағзаны қалыпқа келтіреді. Бұл сұйықтықтың құрамында гелицин мен пролин ағзадағы қабынуға басуға көмектеседі. Сондай-ақ элементтер иммунитетті қатайтады. Сүйек сорпасы сүйектер мен тіске қажет кальций, магний және фосфор секілді минералдарға бай. Сорпаны дайындарда, мысалы айтатын болсақ, 100 грамм өнімге 500 мг сұйықтықты пайдаланыңыз. Осы кезде тепе-теңдік сақталып, дәмді сорпа шығады. Сүйектерге міндетті түрде суық су құйыңыз. Сорпа қайнаған кезде оны көбігін алып, отын жай қойып, бұқтырып қойыңыз. Сорпа тарсылдап қайнамау керек. Ол баяу отта ұзақ тұру керек. Сорпа 12 сағатқа дейін қайнауы мүмкін. Сорпа суыған кезде оны тоңазытқышта 3 күнге дейін ұстауға болады. Оны сондай-ақ мұздатқышқа қатырып қойып 3-4 айға дейін сақтауға болады. Сорпаны көбірек дайындап қатырып қойған ыңғайлы. Содан соң оны кез келген уақытта басқа тағамдарға, тұздықтарға қосуға немесе өзін жылытып ішуге болады. Сондай-ақ оны балаларға да беруге болады. Сорпаның пайдасына келетін болсақ, қазақ халқы ет жеп болып сорпасын ішпей ас қайырмайтын болған. Қай заманда да асты жоғары бағалаған. Қазақ халқының сорпаның емдік қасиеттері жайлы білімі бұрыннан болған. Әсіресе босанған әйелдің күш-қуатын қалпына келтіріп, ана сүтін молайтуға көмектеседі деп, келінге сойылған қойдың сорпасын беріп отырған. Дегенмен көбі сорпаның диеталық тағам деп те санайды. Жалпы сұйық тағамның адам ағзасына пайдалы екенін және оны ағза үшін қорытылуы жеңіл екені жиі айтылып келеді. Бірақ оның емдік қасиеттері де мол екенін айта кету керек. Бірінші кезекте сиыр, қой етінен жасалған сорпаның құрамына тоқталатын болсақ, оның ағза үшін пайдасы мол. Сиыр етінен элементтер мен дәрумендер, ас қорыту жүйесі және де анемияны емдейтін қасиетке ие. Сондай-ақ ол сорпаның жаңа босанған әйелдер мен ота жасалған адамдарға да күш-қуатын қалпына келтіретініне көмегі зор екенін айтамыз. Құрамы жеңіл сорпалар тамақтан уланған жағдайда немесе тамақты тым көп жеп қойған кезде, осы кезде сорпаның көмегі өте зор. Сондай-ақ сорпаның пайдасы жөнінде айтатын болсақ, кішкентай балалардың ағзасына да ауыр болмайды. Керісінше денсаулығына жақсы әсер ететінін айтуға болады. Достар, менің каналым ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта пайдалы және әрі қызықты мәліметтермен, ақпараттармен бөлісетін боламын.